құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелдік жалғауы. Тәуелдік жалғауы дегеніміз не? Бір заттың бірнеше затқа немесе бір адамға тәуелді екендігін білдіретін жалғаудың түрін біз тәуелдік жалғауы деп атаймыз. Тәуелдік жалғауының екі түрі болады. Бірінші оңаша тәуелдеу, формы личной притяжательности және ортақ тәуелдеу, формы общей притяжательности. Бұл дегеніміз не? Яғни бір заттың немесе бірнеше заттың тек қана бір адамға тәуелді екенін білдіреді. Мысалы, менің дәптерім немесе менің дәптерлерім. Яғни бір адамға бір заттың немесе бірнеше заттың тәуелді екенін білдіреді. Екіншісі ортақ тәуелдеу. Ортақ тәуелдеу дегеніміз бірнеше адамға бір заттың немесе бірнеше заттың тәуелді болуы, меншікті болуы. Мысалы, біздің дәптер, біздің дәптерлеріміз. Енді тәуелденетін сөз үш жақтың бірінде болады. Яғни бірінші жақ ол менің, мой, моя, мое, мои. Екінші жақ сенің, твой, твоя, твое, твои. Немесе ваши деп келеді. Және спай түрі, уважительная форма. Сіздің, яғни ваш, ваши, ваши, ваши. Және үшінші жақта оның, его немесе ее деген сөз. Бұл бізде жекеше түрі, единственное число. Енді көпше түрі, множественное число. Біздің, ол наш, наши, сендердің ваш, ваши, сіздердің ваш, ваши, және олардың дегеніміз их. Ал енді оқушылар қалған сабағымызда тақтамен жұмыс жасаймыз, яғни тәуелдік жалғауларын сендерге толығымен жазып түсіндіретін боламын. Ал енді оқушылар тақтаға назар аударып, енді тәуелдік жалғауы, окончание принадлежности. Жекеше және көпше түрде жазам жалғауларын мұқият қарап отырамыз. Бірінші жақ жекеше түрінде тәуелдік жалғауы бұл м, ам және м жалғауы. Екінші жақта және жалғауы. Және екінші жақтан спай түрі ыңыз, іңіз, және іңіз жалғаулары бар. Үшінші жақта с жалғауы және жалғауы болады. Келесі көпше түріне қараймыз. Бірінші жақ көпше түрі ымыз, іміз, міз. Және де көпше түріне назар аударатын жағдай тәуелдік жалғауы көптік жалғауынан кейін жалғанады. Мысалы, көптік жалғауын білеміз, лар, лер, дар, дер, тар, тер. Осы жалғаулардан кейін барып, екінші жақтағы жалғаулар жалғанады. Бұл жерде де ың, және ың. Ыңыз, іңіз, және ыңыз жалғаулары. Бұл жерде көптік жалғау және көптік жалғауынан кейін барып бұл жалғаулар жалғанады. Мысалы, қаламдар ың, дәптерлер ың болады. Үшінші жақта көпше түрінде бұл жерде де көптік жалғау және содан кейін жалғанатын тағы да бұл жалғаулар болады. С және жалғаулары. Енді тәуелдік жалғаулары дауыс, яғни түбір сөз, мысалы бала деген сөз. Бала деген сөздің соңғы дыбысы дауысты дыбыстан аяқталып тұр. Дауысты дыбыстан аяқталған сөздерге тәуелдік жалғауының жалғануы. Бала, балам, яғни дауыссыз дыбыстан басталатын жалғау жалғанады. Балам, баламыз және баласы. Дауыссыз дыбыспен аяқталатын сөздерге жалғанатын жалғау, тәуелдік жалғауы.
Дос деген сөзді мысал алсақ, дос, досым, дос, досым екінші жақта. Сыпайы түрі досыңыз, және үшінші жақта досы. Сонымен, егер сөз дауысты дыбыстан аяқталса, бізде жалғанатын қосымша дауыссыз дыбыстан болуы керек. Егер сөз дауыссыз дыбыстан аяқталса, бізде жалғанатын қосымша дауысты дыбыстан басталуы керек. Енді балалар қараңдар, егер сөз жуан болса, если слово твердое, да, то к нему прибавляется окончание твердое. Жуан қосымша жалғанады. Мысалы, қалам деген жуан сөз, дауысты жуан, оған жуан қосымша жалғанады. Қалам, қаламым. Егер біз қалам десек, бұл бізде не болады? Қате болады. Өйткені бізде жіңішке дауысты дыбыс. Егер біздің сөз жіңішке болса, мысалы, дәптер деген сөзде жіңішке дыбыс, жіңішке дауысты дыбыс, оған жалғанатын қосымша жіңішке болуы керек. Если слово мягкое, то к нему, соответственно, прибавляется окончание мягкое. Жіңішке дауысты. Дәптер, Қазақ тіліндегі сингармонизм заңына байланысты, егер түбір сөз жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Ал егер сөз жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болу керек. Сол сияқты тәуелдік жалғауы да. Егер тәуелдік жалғауы жалғанатын сөздер, яғни түбір сөзіміз жуан сөз болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Сөзіміз жіңішке сөз болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болуы керек. Балалар қараймыз, К және П дыбыстары, дауыссыз дыбыстары, тәуелдік жалғауы жалғанғанда Г дыбысына, Г дыбысына және Б дыбысына өзгереді. Енді мысалмен көрейік. Сабақ тәуелдік жалғауын жалғаймыз. Деген үшінші жақтағы сабағы, сонда Қ дыбысы Г дыбысқа өзгерді, сабағы. Сол сияқты көлік тәуелдік жалғауын жалғандық, көлігі. Доп, добы болып өзгереді. Когда к слову мы прибавляем окончание принадлежности, то К, согласно звуку К и П меняются, да? Х меняется на букву Г, К на Г, П на Б. Например, в третьем лице, үшінші жақта, сабақ, сабағы болып өзгереді. Оның сабағы, его урок. Көлік, көлігі, оның көлігі, его транспорт. Және доп, добы, оның добы, его мяч. Сонымен оқушылар, біз бүгін тәуелдік жалғауын өттік. Тәуелдік жалғауына қандай жалғаулар жататынын қарастырдық. Және тәуелдік жалғауы дауысты, дауыссыз дыбыстарда, жуан жіңішке дыбыстарда қалай жалғанатынын білдік. Сонымен қатар тәуелдік жалғауы жалғанған кезде Қ, Г және П дыбыстары қалай өзгеретінін білдік. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.